Қазақстанда атом электр станциясы салынған жағдайда еліміз өзге мемлекеттерге деген энергетикалық тәуелділіктен құтылады. Ал энергетикалық қауіпсіздік ел экономикасының тұрақты дамуының және тұрғындардың сапалы өмірінің кепілі. Қазақстанда осы жобаны қолға алу ісі қоғамда соңғы кезде жиі талқыланып жүр. Әйтсе де халықтың пікірі сан саққа жүгіруде. Бірі энергия тапшылығын болдырмау үшін АЭС салу қажет десе, екінші жақта үміттен гөрі күдік басым. Бірақ ғалымдар қауіптенуге еш негіз жоқ дегенді айтады. Бұл тұрғыда сақа мамандар мүмкіндіктерді жан-жақты зерттеп зерделеуде. Атом саласы еліміз үшін таңсық дүние емес. Бүгінгі таңда Қазақстанның атом өнеркәсібінде 20 мыңнан астам адам жұмыс істейді, оның ішінде 15 мыңы негізгі өндірістік персонал. Сондай-ақ ондаған жыл бойы табысты жұмыс істеп келе жатқан ұлттық ядролық орталық пен ядролық физика институтында көптеген маман еңбек етеді. Атом электр станцияларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласында әлемдік деңгейдегі жұмыстар да жүргізіліп жатыр. Бұл жұмыстардың нәтижелері Жапония, Франция және басқа да ядролық ғалымдарымыз ынтымақтасатын елдердің бірқатар инновациялық атом электр станциялары жобаларында ескерілген. Атом электр станциясы кем дегенде 60-80 жылға шейін жұмыс істей береді. Үздіксіз жұмыс істей береді. Сондықтан ең арзан бағада атом электр станциясы болады. Атом электр станциясының бағасының энергетиктерінің ең төмендететін факторлардың бірі ол отыны. Біз әлемде қазір байлық бойынша уранның екінші орында тұрмыз, бірінші орында жаңа сату жағынан тұрмыз. Әрине әзірге өкінішке орай шикізат күйінде сатып жатырмыз. Бірақ дегенмен біздің мысалы мына ядролық физика институты 67 жыл болды өмір сүріп келе жатыр. Біздің ядролық физика институтының базасында 57 жыл болды су зерттеу реакторы бар. Өздеріңізге мәлім, МАГАТЭ халықаралық атом энергиясы жөніндегі агенттік осы мынау зерттеу реакторы. Бұның талаптарын төмендейік, атом электр станциясы бұның талабын жоғарылатайық деген заң жоқ. Екеуіне талаптар бірдей. Демек, Алматының түбінде 20 шақырым жерде 57 жыл атом электр станциясы бар деп есептеуге болады. Есесіне біздің зерттеу реакторымыз электр энергиясын өндірмесе де, атомның бейбітшілік мақсатта көптеген қолданыстар бар. Соның бірі мысалы радиоизотоптар. Атом электр станциялары жасыл энергия көзі болып саналады. Мамандардың айтуынша қуаты 1000 мегаватт атом электр станциясының жұмысы жыл сайын парниктік газдар шығарындыларын 4 миллион тоннаға азайтады екен. Сонымен қатар атом энергетикасы ғылым мен білімнің дамуына септігін тигізеді. Сондай-ақ сабақта салаларда жұмыс орындарын қамтамасыз етеді. Әйтсе де халық арасында АЭС жайында түрлі пікір қалыптасқан. Егер де салатын болса, мен тек Францияға сенемін. Олардың именно жаңағы АЭС-тің бар ғой, 80% энергиясын алып тұрады. Давно пора, по-моему, уже. Потому что менің ойымша әлдеқашан салынуы керек еді. Өйткені өзімізде энергия тапшылығы болмас еді. Алдыңғы қатарлы мемлекеттердің барлығында АЭС бар. Ғылымның дамыған кезеңінде оның қауіптілігінен сескенудің еш қажеті жоқ. Бәрі жан-жақты зерттеліп талданады ғой. Жалпы Қазақстанға керек шығар, себебі Совет өкіметінен де ол болған нәрсе, мысалы, одан жаман болған жоқ деп ойлаймын. Қазіргі таңда да негізі айтып отырық қой, Қазақстан дамыған елдерге қосылу керек деп. Сол сияқты мен ойлаймын, барлық дамыған елдерде АЭС бар. Сондықтан бізде де болу керек деп ойлаймын. Бүгінгі күні әлемнің 31 мемлекетінде 193 атом электр станциясы жұмыс істеп тұр. Ал Қазақстанда АЭС салу тақырыбы бүгін ғана көтеріліп тұрған жоқ. Оның тарихы мен бастауы тереңде жатыр. КСРО-да алғашқы АЭС 1948 жыл салынды. Жалпы бұл әлемдегі алғашқы атом электр станциясы болатын. Ал еліміздегі алғашқы АЭС-тің құрылысы 1966 жылы Ақтау қаласының маңында басталды. Ол БН 350 реакторлық жобасы ретінде басталып, 1973 жылы 16 шілдеде қолданысқа берілді. Реактор 1999 жылға дейін қызмет етті. Жалпы заманауи үлгідегі қауіпсіз атом электр станциясын салудың қажеттілігі электр энергиясы тапшылығын шешу мақсатында туындап отыр. Жылдар бойы көтеріліп келе жатқан жобаның тағдыры жалпы халықтық референдумда шешілмек. Аягөз Тілеуханқызы, Ғалымжан Есенбаев, Айқын ақпарат.